Құрметті отандастар, біз мына Астана қаласының ұлттық мүддені қорғау кеңесінің белсенділері мына келген сайлауды бүкіл халық шынайы өтетініне сенімсіздік бар екенін білеміз. Сондықтан бізді Қазақстан азаматы ретінде президент мырза жаңағы өзі уәде бергендей ашық, әділ өтет дегеніне күмәнданып жүрген көпшілік болып, соның бірі болып бізді осы сайлауды өзіміз бақылаушы болуға ұйғардық. Соған сіздер де Қазақстан азаматы ретінде баршамыз құқылымыз. Келіп, осы сайлаудың ашық, әділ болғанын бірге бақылайық. Соған бақылаушы болуға баршаларыңызды шақырамын.